Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтардың бірі фисташковый пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Песочный тесто дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Майы міндетті түрде 82% болу керек. Менде президент майы 82%. Оның үстінен шекерімізді саламыз. Венчиктің көмегімен майымыз бен қантымыз біріккенше жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Бізге сары уызы қажет. Ақ уызын бөлек кеңірек таза ыдысқа салып қоямыз. Өйткені бізге ақ уызы меренге жасауға керек болады. Бір келкі масса болғанша барлығын бірге араластырамыз венчиктің көмегімен. Пирогтың қамырына фисташковый паста қосуды ұйғардым. Бұл негізі міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Електегі ұнымызға разрыхлитель қосамыз. Араластырып, елекпен өткіземіз ұнымызды. Міндетті түрде өткізіңіздер. Сол кезде біздің пирогымыз биік болып көтеріліп, үлпілдек әрі жұмсақ болып шығады. Ұнымыздың барлығын бірден қоспаймыз. 2-ге немесе 3-ге бөліп қосамыз. Мен 2-ге бөліп қостым. Және де егер сіздердің массаларыңыз бірікпей жатса, кішкене сүт қоссаңыздар болады. Бізде осындай қамыр пайда болады. Енді оны жаямыз. Ол үшін бізге 2 пергамент қағазы керек. Менің жағдайымда пергамент қағазы Поклан өте сапалы және жабысып қалмай әдемі болып шығады. Видеода көрсетілгендей пергамент қағазына қамырымызды орналастырып, оның үстінен тағы да пергамент қойып, оқтаудың көмегімен теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Мінекей бізде осындай бір тегіс әдемі болып қамырымыз шығуы керек. Осындай кольцоның көмегімен немесе арнайы пирогқа арналған 4 бұрышты кольцолар болады, соны да қолдансаңыз болады. Ең ортасына қоямыз қамырды, ал қалған жан-жағында қамырлардан біз бортики жасайтын боламыз. Сыртындағы артылған қамырлардың барлығын шетімен аккуратно асықпай жұлып, осылай бортики жасап шығамыз. Барлығы бір тегіс, бір келкі әдемі болып шығуы керек. Біздің пирогтың формасы дайын болды. Барлығы әдемі бір келкі бір тегіс болып шығу үшін осындай стакан пайдалансаңыздар болады. Осылай қалдырсаңыздар да болады. Мен тегістеп шығуды ұйғардым. Біздің формамыз дайын болды. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшік қажет болады. Оның үстіне шекер қосамыз. Барлығын бірінің үстіне бірін қосып кете берсеңіздер болады. Жұмыртқа қосамыз. Кілегей қосамыз. Міндетті түрде 33 немесе 35% болу қажет. Жұмыртқаның сары уызы. Ақ уызын біз меренге жасауға алып қаламыз. Және де міндетті түрде крахмал. Егер крахмал болмаған жағдайда ұн қоссаңыздар болады. Фисташка пастасын қосамыз. Бұл міндетті түрде. Барлығын осындай блендердің көмегімен, погружной блендердің көмегімен бір келкі масса болғанша араластырып езіп аламыз. Пирогымыздың ішіне салатын біздің массамыз дайын болды, салмасы дайын болды. Енді пирогымыздың ішіне саламыз, құямыз. Осындай жасыл цвет болу керек. Пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут қана пісіріп аламыз. Сосын суытамыз.
үстіне меренгасын құятын боламыз. Сол кезде біздің пирогымыз салқын болып тұру керек. Меренгаға бізге жұмыртқаның ақуызы қажет болады. Миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз меренга жасау үшін. Алдымен көпіршіктер үлкен болып көтерілуі мүмкін. Біздің меренгамыз дайын болды деген сөз. Егер сіздің ақуызыңыздың көпіршіктері майда болып осындай күйге енсе, көтерілсе, демек дайын. Шекерімізді қоса беруге болады деген сөз. Шекерді де бірден қоспаймыз, 2-ге немесе 3-ге бөліп қосамыз. Толықтай ерітіп араластырып аламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жылдамдығын көбейте берсеңіздер болады. Ең соңында біз крахмал қосатын боламыз. Тек меренганың өзін осылай қалдыруға болады, бірақ мен майдаланған фисташка қосуды жөн көрдім. Бұл міндетті емес. Егер қаласаңыздар, осылай жасасаңыздар да болады. Үлпілдек көтеріліп тұрған массамызды түсіріп алмау үшін осылай лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай толық араласқанша, біркелкі болғанша араластырамыз. Және де араласқан дайын болған массамызды кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Пирог міндетті түрде суы керек. Суыған соң осылай өзіңізге ұнаған кез келген узормен меренгаларымызды құйып шығамыз. Мен осындай нүктелерді жасауды жөн көрдім. Егер сіздің пирогыңыз ыстық немесе жылы күйінше осылай меренганы құятын болсаңыз, сіздің меренгаңыз еріп кетуі мүмкін. Сол үшін суығанын күтіңіздер. Енді пирогты толықтай пісіруге 20-25 минутқа 180 градусқа пешке қайтадан салатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз осындай болып пісіп шықты. Өте жұмсақ, өте нәзік, бір жегеннен өзіне ғашық қылатын фисташка пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.